Қайырлы күн, құрметті аудандық балалар кітапханасының оқырмандары. Бүгін біз сіздермен туған жерге тағзым бағдарламасы бойынша менің ботақарам атты бейне шолуды тамашалайтын боласыздар. Алдыңғы бейне шолуда сіздерге Бұқар Жырау ауданының көрікті жерлеріне саяхат жасағанбыз. Бұл жолы екінші бөлім. Жалғастырамыз. 1909 жылы 30 тамызда Свято-Троицк ғибадатханасы құрылған. 1994 жылдан бастап шіркеу жұмысы қолға алынған. 2006 жылы жөнделіп, 2008 жылы кәсіпкер Кириллиннің қаражатымен қоңыраулар қойылады. 2009 жылы 20 қазанда 100 жылдығы аталып өтіледі. 1921 жыл 27 сәуір Совет үкіметінің орнату жолында қаза тапқан жауынгерлер ескерткіш обелискі. 7 сәуір күні қаза тапқан 13 адамды бауырластар зиратына қойып, ағаштан обелиск тұрғызып, есімдерін жазып, басына қызыл жұлдыз орнатқан. Кейін 1958 жылы бұл ескерткіш обелиск өңделіп тастан қаланды. 2016 жылы жұртшылықтың бастамасымен өшуге айналған есімдері қайта қашап жазылынды. Ботақара кентінде осы 13 адамның ішінен Бердюков және Черняев атындағы көшелер бар. 2017 жыл 26 мамыр. Полиция қызметкерлерін еске алу обелискі. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай Ботақара кентінде аудандық ішкі істер бөлімі ғимараты алдында қызмет кезінде қаза тапқан полиция қызметкерлерінің құрметіне еске алу обелискі ашылды. Жалпы тәуелсіз Қазақстан полициясында 700, оның ішінде Қарағанды облысында 25 қызметкер өз міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан. Оның ішінде екеуі біздің ауданның тумалары, жерлестеріміз. 2014 жыл 19 қыркүйек Бұқар Жырау ескерткіші. Бұқар Жырау жұртшылығы ғана емес, есі қазақ елі үшін аса үлкен маңызды оқиға болды. Бұқар Жырау ескерткішін республикалық конкурс жарияланып, 21 эскизінің ішінен Қазақстан Республикасының көркем академиясының мүшесі, мәдениет қайраткері, суретші, мүсінші Бейбіт Мұстафинның жұмысы таңдап алынды. Автордың айтуынша, осы ескерткішті сомдау үшін 2 ай бойы кітапханаларда отырып, Бұқар баба туралы ғылыми деректермен танысқан. Баба мүсінінде оның ұлылығы, даралығы, даналығы бірден көзге түседі, еріксіз бас идіртеді. Қолындағы тасбиығы оның аузынан алласы түспеген жан екенін аңғарса керек. Ескерткіштің биіктігі 8 метр, 40 сантиметр, салмағы 16 тонна. Назарларыңызға рахмет.